Бәріңе сәлем. Бүгін мен фантастазушы Фрэнк Герберттің аттас романы негізінде түсірілген жаңа америкалық Дюн фильміне шолу жасаймын. Жайғасыңыздар, бұл қызықты болады. 10191 жыл. Ғарыштық елде құрылғаннан кейін ғаламда жаһандық өзгерістер орын алды. Адамдар ғарышты игеріп планеталар арасында еркін қозғалады. Бөлек планеталар мәртебелі үйлерге қарайды, ал олардың басшылары, герцогтары немесе барондары бір падишаға император Шаддам Курин төртіншіге бағынады. Аракис шөл планетасы бүкіл галактикада ерекше назарға ие. Бұл барша ғаламдағы меланждардың, басқалай айтқанда дәмдеуіштердің, яғни баға жетпес заттың жалғыз көзі. Жұмбақ меланж адамдарға ғарышқа саяхат жасауға мүмкіндік береді және қартаю процесін бәсеңдетуге қабілетті. Бұл дәмдеуіштерді тек аракис қойнауынан алуға болады. Бұл планета кедей және өмір сүруге жарамсыз. Мұнда тек құм мен күйдіретін күн бар. Бірақ қатал жағдайларға қарамаса, ол бүкіл галактикадағы ең құнды болып саналады. Және барлық үйлер аракиске билік жүргізгісі келеді. Бұл планетаның бастапқы тұрғындары фремендер. Бұл адамдар төтенше жағдайларға бейімделген. Бірде Чан есімді қыз фильмнің басында аракисті бұрыннан Харакеннен мәртебелі үйі басқарып келгенін айтады. Бұл адамдар жергілікті халықты қатыгездік танытады, бірақ олар император атынан әрекет еткендіктен оларға тойтарыс беру мүмкін болмады. Кенет императордан түнде Харакеннен үйінің әскерлерін аракистен шығару туралы бұйрық келеді. Олар императордың басқа біреуді жіберіп планетаның ресурстарын ашкөздікпен пайдалана беретініне сенімді. Мұнда бізде Каладан планетасы бар. Атрейдистер үйі. Атрейдис герцогының ұлы, оның кәнизегі және Джессика ханым. Пол қайталана беретін қорқынышты түстен оянады. Содан кейін жігіт анасымен таңғы ас ішеді. Ол қарапайым әйел ғана емес, Бене Гессерит орденінің мүшесі. Бұл орденнің мүшесі керемет физикалық және ақыл ой қабілеттеріне ие. Сондықтан Джессика адамдардың санасын басқара алады. Бала кезінен бұл өнерді ұлына үйреткен. Пол да қарапайым бала емес. Ол сәуегейлік түстерді көреді және ол әлі қолдана үйренбеген күштердің жасырын қуатына ие. Полдың әкесі Атрейдистер үйінің басшысы герцог Лето император Шаддамның жаңалықтарымен келген маңызды этикалық қонақтарды қарсы алады. Билеуші Аракистегі Харакен үйінің орнына мұрагер болу үшін Атрейдис үйіне бұйрық береді. Император Лето әскерлерінің шөлді планетада дәмдеуіштерді өндіргенін қалайды. Герцог жаңа тағайындауға үрейленеді, бірақ амалы жоқ оны қабылдайды. Лето өзінің сақинасымен мөр басады, ол бұйрықтарды орындайтынын және оның адамдарын Аракиске жіберетінін растайды. Атрейдис әскерлері шөлді планетаға көшуге дайындала бастайды. Сарбаздардың арасында ержүрек жігіт және Полдың жақын досы Дункан бар. Бұл Дунканға оның Аракисте өлгенін көргенін және ол үшін алаңдайтынын айтады. Ол өзінің қазір әскерлермен бірге кетуге рұқсат беруін сұрайды. Бірақ Дункан бәрі жақсы болатынын сендіреді және ол Аракисте ханзаданы күтеді. Әскерилер Пол мен оның отбасының келуінің бәрін дайындау үшін жаңа үйге алдын ала ұшады. Бала әкесімен бірге жүріп шын жүрекпен сөйлеседі. Лето дәмдеуіштерді алу арқылы баюды мақсат етпейтінін мойындайды. Герцог Аракис халқымен достық қарым-қатынас орнатуды жоспарлайды. Барон Харакеннен айырмашылығы ол фермендерді құрметтейді. Бұл барлық үйлерге бейбітшілік орнатудың алғашқы қадамы болады. Біраз уақыттан кейін Пол өзінің жауынгерлік дағдыларын ұстазы Холикемен бірге шыңдайды. Ұрыста олар денелерінің айналасындағы қорғаныс өрісін жасайтын құрылғыны пайдаланады. Холик ханзададан Аракисте абай болуды сұрайды. Өйткені ренжіген Харакеннендер жасырын шабуыл жасай алады. Енді біз шөлді планетаның бұрынғы билеушісі Харакенненнің иелігіндегі Геди Прайм планетасына ауысамыз. Барон Владимир Харакеннен мен оның қуылған жиені Раппан Аракистен әскерлерінің шығуын талқылайды. Рабба императорды баға жетпес ғаламшардағы билігін тартып алған үшін жек көреді. Алайда жігіт ол билеушінің не үшін бұлай істегенін білгенде қатты таңғалады. Падиша императоры Атрейдистердің танымалдылығына қызғанышпен қарайды. Олардың өз билігіне қауіп төндіреді деп қорқады. Ол Аракисте дәмдеуіштерді өндіру кезінде өзінің фанат Сардукар сарбаздарының көмегімен герцог Летоның және оның сарбаздарын өлтіруді жоспарлайды. Осы уақытта Каладониядан Джессика Полды оятады және оны Веллингтон үйі дәрігерге апарады. Содан кейін ол ұлын құрметті ханым Гай Хелен Моахимге апарады. Құрметті ханым Полдың көріністері туралы біледі және балаға қарағысы келеді. Оның ойынша бұл олардың көптен күткен таңдаулысы болуы мүмкін. Ол жігіттің қолын қолбишаға қойып ауырсынудың көмегімен оның төзімділігі мен ашуын тежеу қабілетін тексереді. Бұл сынақтан сәтті өтіп Моахимеге түстерін айтады. Құрметті ханым кеткеннен кейін Джессика ұлына Бен Гессерит ұйымы туралы айтады. Бекештер ордені жылдар бойы император саясатына көлеңкесінде отырып бағыт-бағдар беріп келеді. 1000 жыл бойы олар Аракисте шексіз игере беруден құтқара алатын галактиканы басқаруға қабілетті ақыл-ой иесін жасау үшін мәртебелі үйлер арасында қандар алмастырды. Келесі күні герцог Лето, Пол және Джессика және олардың қызметкерлері Аракиске аттанады. Оларды фремендер қарсы алады.
Пол олардың таңдаулысы болуы мүмкін деп үміттенеді. Пол өз бөлмесінде Аракис шөлдерінде тұратын үлкен құм құрттарының бейнежазбаларын көреді. Бірақ кенеттен үлкен масаға ұқсайтын робот аңшы пайда болады. Реакциясының жылдамдығының арқасында Пол өзін бір өлімнен құтқарады. Мұқият тергеуден кейін Ханзаданы өлтіру үшін Харконнен солдаты қабырғаның ішінде жасырынып жатқанын айыптайды. Содан кейін біз барон Харконненнің құрметті хан Малахиммен кездесуін көреміз. Ол Харконнендердің қолдауымен императордың Атрейдс үйіне қарсы не істеп жатқанын біледі және бароннан Джессика мен Полды өлтірмеуді сұрайды. Ол келіседі, бірақ шын мәнінде екеуін құм құртына жемтік ретінде тастауды жоспарлайды. Аракисте меланж жинауға қатысты жоғары лауазымды тұлғалардың жиналысы өтіп жатыр. Харконнен дәмдеуіштерді өндіруге кедергі жасау үшін оларға зақымдалған жабдықтарды қалдырғаны белгілі болады. Біраз уақыттан кейін Пол Дунканмен кездеседі. Жауынгер Ханзадаға фремендермен бірге 4 апта шөлде болған, олардың бекіністері Четчейнде болғанын айтады. Дункан олардан аман қалу жолдары туралы көп нәрсені біліп, Фремен бастықтарының жетекшісі Стилгармен кездескенін, өз кезегінде Стилгар да жаңа билеушімен кездесуге келеді. Бұл кездесуде герцог Лето оны Атрейдстермен бірге жұмыс істеуге шақырады, бірақ Стилгар бас тартады. Соған қарамастан Лето фремендердің мүдделерімен санасуға уәде бергеннен кейін екі халықтың көшбасшылары ортақ тіл табады. Келесі күні герцог пен оның қамқоршылары меланж өндірісін жеке бақылап көруге аттанады. Олар жергілікті императорлық эколог доктор Леткайнспен танысады. Ол олардың жол серігі болады. Ол Летоның оң комбо костюмінің орнығуын тексереді. Ол терін ұстап тұру және қайта өңдеуге керек. Полдың костюмын тексеріп жатқанда дәрігер жас жігіт оны фремендер секілді өзі киініп алғанын көреді. Әйел олардың миссиясы жергілікті тұрғындардың өмір салтын білетін болады деген сәуегейлікті есіне алады. Басқа планетадан келетініне қарамастан Каин Полдың таңдаулы адам екеніне көбірек сенеді. Орнитроптармен шөлді зерттеп жүрген герцог комбайнға қарай келе жатқан құм құртын көреді. Көлікте 21 адам бар, бірақ комбайндарды эвакуациялайтын көлік істен шыққан. Адамдарға өлім қаупі төніп тұр. Лето өзінің орнитоптеріне олардың жанына қонуға бұйрық береді және құрт шабуылына 1 минут қалғанда команданы құтқарып қалады. Бұл операция кезінде Пол дәмдеуіштерге малынған ауғаны жұтады және қайтадан Фременнің қызын көзіне елестетеді. Үйге келгенде жігіт әлі бас айналады, бірақ доктор Юэ бұл жай ғана аллергия дейді. Пол Джессиканың жүкті екені туралы хабарлағанда оны таңғалдырады. Алғашқы белгілердің өзін Джессика енді байқап жүрген болатын. Әрі қарай біз императорлық саудагерлердің Харконнен әскерлерімен Атрейдстерге шабуыл жасауға дайындалып жатқанын көреміз. Саудагерлер ешкім қарсы тұра алмайтын ең бейімсіз және айбатты сарбаздар болып саналады. Осы уақытта Аракиске доктор Юэ аллергияға қарсы Полға дәрі әкеледі. Егер Ханзада Веллингтонның баронмен мәміле жасалғанын білсе, ол ұйықтататын дәріні қабылдамас еді және үйіне жасалған шабуыл кезінде ұйықтамас еді. Герцог пен Джессика ұйықтайтын дәрі алады, бірақ Лето оны түнде жұмыс жасау үшін қабылдамайды. Жаулар Атрейдстерге шабуыл жасайды. Герцог не болып жатқанын бірден түсінбейді және ол ештеңе істей алмай тұрып, доктор Юэ оны ұйықтататын дәрімен атып тастайды. Дәрігер үйдегі электр қойғанысын өшіреді, ал жау әскерлері ішке кедергісіз кіреді. Ассасиндер Атрейдс күзетшілеріне күтпеген шабуыл жасайды. Сонымен қатар олардың саны көп болғандықтан көп ұзамай оларды жеңеді. Лето есін жиды. Ол Веллингтон оған барон әйелін ұрлап кеткенін және ол опасыздық жасауға мәжбүр болғанын түсіндіреді. Дәрігер герцогтың сақинасын Полға беру үшін алады. Содан кейін ол қозғала алмай жатқан Летоның бір тісін улы газы бар капсуламен алмастырады және барон Владимир жақын жерде болғанда тістеуін сұрайды. Осы уақытта саудагерлер Джессиканы шөлді құмдады өлуге қалдыру үшін ұрлап кетеді. Пол орнитоптерді оянып анасы байланғанын және аузында шүберекпен тамғанын көреді. Бірақ Джессика адамдарды өзі қалаған нәрсені істеуге мәжбүрлей алады. Осылайша екеуі күштерін пайдаланып ұрлаушыларды өлтіреді. Дәрігердің кабинетінде олар дәрігер қалдырған аман қалу жинағын табады. Енді олар жапан далада аман қалуы керек. Летоны баронға апарады. Дәрігер онымен кездесуінде оның қызметі үшін төлемді әйелін босатуды еске салады. Бірақ аяусыз Харконнен дәрігерді өлтіреді. Барон Летоға оның басы бүгін кесілетінін айтады. Лето құтылудың жолын көрмей бөлмені толтыратын улы капсуланы жарып жібереді және ондағы барлық адамдарды өлтіреді. Шөлдің ортасындағы бір жер. Пол және Джессика шатыр тігуде. Олар дәрігердің жазбасы мен герцогтың сақинасын табады. Олар оның қазіргі уақытта өлгенін түсінеді. Әйелі мен ұлы Летоның өліміне қайғырады. Келесі күні таңертең Дункан эколог Кайнске жақындап, әйелден Джессика мен Полды табуға көмектесуді сұрайды. Осы уақытта Харконнен сарайында улы газ шығарылғаннан кейін солдаттардың бірі бөлмеге кіреді. Ол баронды тірі көргенде таңғалады. Владимир күш өрісін пайдаланып уға төтеп берген екен. Пол шөлде қайтадан дәмдеуіштердің иісін сезеді. Жігіт алдағы қасиетті соғыс туралы аян алады және ол адамдардың өз қолдарымен қалай өлтіретінін көреді. Өлімнің қорқынышты суреттері Полды қорқытады, ал анасы оны тыныштандырады. Біраз уақыттан кейін Пол әкесінің сақинасын тағып Атрейдс герцог атағын алады. Оларды көп ұзамай тауып алады. Дункан жаңа билеушісінің алдында тізерлейді. Эколог Кайнс үшеуін де қауіпсіз жерге апарады.
Бұл аракисті сумен қамтамасыз ету үшін керек ескі экологиялық станция. Жоба сәтті жүзеге асса, шөлді планета жұмаққа айналар еді. Дегенмен бағалы меланж құмдар ертерек табылып, барлық күш демдеуіштерді алуға бағытталады. Көп ұзамай саудагерлер қашқындарды тауып шабуыл жасайды. Дункан Джессика мен Полды қорғаймын деп соғыс кезінде өлтіріледі. Эколог Каин Пол мен оның анасымен бірге қашып үлгереді. Джессика мен оның ұлы артитроптерге отырып қуудан құтылуға тырысады. Құмды дауылда Каинді саудагерлер ұстап алады. Өлім алдында әйелі құмға ырақты түрде аяғымен тебеді және осылайша барлығын бірден жұтып қоятын үлкен құртты шақырады. Жаулар Пол мен Джессиканы қуып келеді. Жас жігіт артитроптерді дәл құмды дауылдың қақ ортасына бағыттайды, ал қуғыншылар оларды өлді деп есептейді. Осы уақытта барон Харконнен денсаулығын қалпына келтіреді. Рабан оған келбеті мен оның отбасының қайтыс болғанын хабарлайды. Бақытты барон жиеніне дәмдеуіштерді жинауды бастауды және барлық фремендерді өлтіруді бұйырады. Пол мен Джессика қайтадан шөлге қонады. Олар ол комбоны киіп, фремендерден көмек сұрау үшін оларды іздей бастайды. Пол құрттарды шақыртпау үшін дұрыс қозғауды біледі және бұл дағдыны анасына үйретеді. Бірақ барабан құмдары олардың жолдарын бөгейді. Құрт ақыры оларды табады. Пол мен Джессика жартасқа қарай жүгіреді, бірақ құрт қуып жетеді. Кенет басқа дыбысқа ауысып жорғалап кетеді. Балғамен құртты алаңдатып алып, енді шабуылшыларды қоршап алған фремендер екен. Фремендер оларды өлтіріп, дене сұйықтығын өз қажеттіліктеріне пайдалану үшін көздейді. Стильгар өз адамдарын тоқтатып, Полдың таңдаулы екенін айтады. Содан кейін Полдың айналасындағы қыз пайда болып, өзін Чан деп таныстырады. Джанис есімді фремен Пол мен Джессиканың өздерімен бірге тұруынан бас тартып, төбелесуді талап етеді. Дәстүр бойынша барлық дуэль біреудің өлімімен аяқталуы керек. Пол Джанисті оңай жеңеді, бірақ оны бірден өлтіруге шешім қабылдамайды. Алайда оның таңдауы жоқ. Ол өмірінде бірінші рет адамды өлтіруге мәжбүр болды. Фремендер мәйітті жинап, лагеріне қайтады. Оларға Пол мен Джессика да қосылады. Алыстан Пол үлкен құрт мінген адамды байқайды. Чан, бұл тек бастамасы дейді. Менің ойымша, Дюна фильмі біздің күткенімізден де асып түсті. Фильм өзінің әдемілігімен және ауқымдылығымен баурап алады. Дени Вильнев режиссер. Ол бала кезінен бастап Дюна негізінде фильм түсіруді армандағанын айтады. Шамашы өз жұмысына деген сүйіспеншілік пен құштарлықтың арқасында біз кино өнеріндегі жаңа туындысын алдық. Мен қазірдің өзінде екінші бөлімін кинотеатрдан көруге асығып күтіп жүрмін. Сіз ше? Мен осымен аяқтадым. Видеоға лайк басып, өз әсерлеріңізді комментарийға жазып, каналға міндетті түрде жазылыңыздар.